Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен жылқы малының соғым сойған кездегі қазыны қалай дайындау керек екендігін, ішекке қалай салу керек екендігін бүгін сіздермен бөлісеміз. Ол үшін бізге қандай заттар керек? Бізге бірінші жылқының жаңағы тілінген, жеке-жеке тілінген қазысы керек. Одан кейін ішек керек әрине. Мінекей, ішегін әбден тазартып, жуып, айналдырып жуып, және сыртын жуып, тұздап, бір күн тұзды суға салып қойып, міне ішін әбден жаңағы іші сыртын әбден тазалаған мынау ішек. Одан кейін тағы бізге дәмдеуіштер қосу керек болады, әркімнің қалауынша. Сол үшін біз мынадай қара бұрыш негізінде таза болу керек. Бұрыштың да әртүрлі бұрыштар болады. Көбінесе мен мынандай жаңағындай нені аламын да, домалақ бұрыштарды алып, көбіне өзім былай майдалап мынасымен қосамын. Арнайы майдалап барып қосатын ғой. Одан кейін әркімнің қалауынша кейбіреулер қосып жатады, кейбіреулер қоспай жатады. Бұндайды ұнатпайды. Бұны мен сендерге кеңес қылып айтпаймын, чеснокты. Бірақ мен өзім отбасым осы аздап чеснокты араластырғанды жақсы көреді. Сондықтан қара бұрыш пен чеснокты қосамын. Көбінесе мен жыл сайын осылай видео түсіргенде, жаңағы осы қара бұрыш, чеснок қосып жатқанымды кейбір кісілер ескерту жазып жатады. Қазыға, жылқының қазысына тек қана тұзбен тұздау керек болды деп. Бірақ бұны әркім өзінің қалауынша жасайды. Енді міне қарап отырсаңыздар, әдеміленіп жағылды, асты үстіне, майына, қазысына жаңағы жағылды. Енді бұны шекке салу ғана қалды. Жалпы сіздерге ескертіп айтып кетейін, мынау қазы жаңағы ненің, байталдың 3,5 жасар, 4 жасар, 3,5 жасар байталдың қазысы. 2 елі деп сатылды. Әрине біз қалалық жерде тұратын болғасын, осындай сойып әкелген малдарды қарап, көріп, жаңағы аламыз, қазысына қарап, бұл қазы 2 елі қазы деді. Енді қазыны жасаған кезде міндетті түрде мына жерде сүйегімен несінің, сүйекпен мына жұмсақ қазы тұрған жерде мынадай көрініп тұрады, несі болады. Соны міндетті түрде алып тастау керек мынаны. Өйткені қазақтар бұны мал союдың шебері болған ғой. Қазақтар міне сонда бұны жаңағы алып тастап отырған. Мен де арасына қалдырмаймын бұны. Үнемі былай алып тастаймын. Қай уақытта жасасам дағы осылай алып тастаймын. Мінекей. Міне мынадай болып алынады. Бұны алып тастау керек. Кейбір жерлерде мына жерде бір кішірегі тұр. 3-4, тағы біреу түбінде болуы мүмкін. Оны да жаңағы қазір қараймын. Қалып барғаным жоқ па? Мына жерде кішкене қалыпты. Мына жағынан көрінбегенмен, мына жағынан бар екен. Бұны да бұлай мен алып тастаймын. Кейде мына жердегі қабырғаның сүйегімен бұл неғып тұрады. Көлденең жаңағы көрдің мына қап-қатты екен. Шеміршекпен бітіп кеткен. Мен қазір бұны сынып кетуші еді. Сондай мінекей опырдым. Енді бұны былай алып тастаймын. Бұндай кейбір үйлерге барғанда қазының ішінде осындай шеміршектерін алмайды. Ол негізі қателік. Қазының ішінде көлденең жаңағы тұрған шеміршектер болмау керек. Енді мына қазы өзі жаңағы ненің союшының айтуы бойынша қасапшылардың 2 елі қазы дейді. Енді оны өздеріңіз саралай жатасыздар. Мінекей қазір осыны алдымен чеснокты езіп, қара бұрышты араластырып, кішкене тұз салып, өйткені мына қазылар бір шайылып, сосын бір күн мен тұздап қойғанмын. Негізі тұзы бар аздап. Кішкене ғана тұз араластырып, жаңағы бұрыш пен чеснокты сіңу үшін ғана аздап бұрыш тұз салып, бұларды мен қазір тұздаймын. Мінекей чеснокты бөлдім, чесноктың үстіне кішкене қара бұрыш салдым. Одан кейін тұз міне көрініп тұр. Енді осыларды араластырып, мынау қазыға жағамын аздап-аздап. Өйткені бұл қазы тұздалған қазы. Мына жерде қара бұрыштың, чесноктың және тұздың үшеуінің иісі прямо бұрқырап мұрынға келіп тұр. Міне біздің дәмдеушіміз дайын болды. Мынадай түске енді қара бұрыш, тұз және енді осыны бізге жағу қалды. Мінекей мына қазыны жаңағы жағамыз аздап-аздап. Былай жағып шығамыз. Мінекей көрініп тұрған шығар сіздерге. Так, жылдам осылай жағып, барлығына жағып шығамыз. Мен жаңағы бұл қазылардың мына жерден несін алып тастадым ғой, шеміршегін алып тастадым ғой. Сол жерге дейін былай не қыламын да, қалған жағына, мынау сүйектер тұрған жағын
бөлек кесіп аламын. Мына жұмсақ жағын бөлек саламын. Шекке осы жұмсақ жағын ғана саламын. Ал енді мына жағын артылып жатса, бұл жақта да шекке саламын. Әзірге мен осылай қазыны жұмсақ жағын бөлек кесіп аламын. Мінекей, қараңыздар, мына қазы жаңағы не қазы, сүйегімен қазысы, сондықтан бұларды басқаша мүмкін шек жетіп жатса шекке саламын. Бұлай ететін себебім, біз қалалық жерде қазан аспаймыз. Бұл пітеу қазыны кісі не шақырған кезде пітеу қазыны біз кастрюльге сыйғыза алмаймыз. Кастрюль 20 литрлік кастрюль, соның өзіне жаңағы еті бар сүйектерімен сонда қиындау болады. Сондықтан біз бұл қазыны жұмсақ жағын бөлек және кіші табақтарға сүйегі бар жағын бөлек саламыз. Сонымен бірге қалалық жерде біз бұны балтамен шаба алмаймыз, этаж үйде тұрғасын. Сондықтан бір жолата жаңағыдай мынадай қылып сойған кезде кестіртіп шаптыртып аламыз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Сонда кесе салуға оңай. Кейбіреулер айтып жатады, бұны неге не қылмайсыздар, жаңағы неге сіздер бұны бір жолата барлығын қазығып бітеу айналдырмайсыңдар дейді. Оған әрине шегімізді аз, шұжыққа шек керек. Сондықтан жаңағы кейде сатып алған кезде шектері аз болып жатады. Өзің ойлағандай барлығы жетпей жатады. Сондықтан мені осылай жасауға тура келеді. Неге шекке мен салып жатырмын. Оңай салынып жатыр міне. Осы малдың өзінің шегі, сондықтан тезірек салынды. Мінекей, салдым қазыны. Енді мынандай зубочистка болады ғой. Мінекей, осы тіс тазалағышпен енді біз мынау қазыны ақырын жылжытып алайық. Не арна қарай? Өйткені аузы кішкене тарлау болуы мүмкін. Шегіміз. Сондықтан қазыны бұлай қарай жылжытып, кішкене шектің тарлау болғасын, жылжыңқырамай жатыр. Әдейі осы жаққа салып жатырмын. Өйткені жағынан қазір басқа қазылар сыймай қалуы мүмкін. Енді мынаның аузын кішкене немен бұлай түйреп, шектің аузын түйреп, осылай екі түйрегішпен түйреген жақсы болады. Тағы да біреуін алайық. Міне осылай көрініп жатыр ма? Міне осылай, міне екі немен түйредік. Енді кішкене былай босатамыз қазыны. Сосын қазының біткен жерінен кесеміз. Мінекей, біткен жерін кесіп былай, келесі екінші аузында немен былай түйрейміз. Бұл жағында түйрейміз. Міне былай, мінекей түйредік. Келесі немен тағы да түйреп шығамыз. Міне былай. Мына қазының майы шылқып тұр қолымда. Енді бұны былай босатып жаққа қарай қоямыз. Дәл осы секілді мына екінші қазыны да дәл осы секілді жасап шығамыз. Енді мынау сүйегі бар қазыны, мұны да осы неге салып шығайық. Бұған да былай тез-тез жағамыз. Мінекей, мынау нелі жағына еті, майы бар, қазысы бар жағына жағамыз мұны да. Екі жағынан былай бір сипап жағып өтеміз, өйткені тұздалған қазы, неғылған қазы. Енді осыны тоже дәл жаңағыдай шек, міне жаңағы шектің жалғасы ғой енді бұл. Мұны да былай. Бұл енді сүйегі бар қазы тез салына қояды. Өйткені бұл қатты болады ғой енді. Бұл тез салына қояды. Міне былай жылжытып сала қоямыз. Ешқандай да не керегі жоқ. Жаңағы құралдың да жабдықтың да керегі жоқ. Мына шектің сыртындағы майы, ол ішкі май емес. Міне чеснокқа бір шыланды бұлар. Енді ақырын осылай кегіземіз. Мінекей. Сүйекті қазының бір жақсысы, шет жағына шек аздау болып сыймай жатса, ештеңе қылмайды. Жаңағы қадап қоя салуға болады.
мінекей мұны да салдық. Бұның да екі шетін жылжып кетпес үшін қадап қоямыз немен былайынша. Сонда жылжымайды еттен. Мына жағында солай, дәл солай жаңағы бекітіп қоямыз. Кейінде жаңағы жіппен байлап қойса да болады. Ойбай, шегім ғой. Шек та ет та бірдей болып кетті ғой. Ой, мынау сынып кетті ғой. Бұны да жаңағыдай дәл мынадай қылып бекітеміз екі жағында, иә. Осымен қазыны айналдыру бітті. Қазыларды шек жеткенше міне мынадай қылып жасап шықтым. Ал енді мынадай сүйекті қазыларды былайша қылып орадым. Мінекей, осындай қылып бірнеше мінекей. Осылай орадым. Енді біраз қазыға шек жетпей қалды. Сондықтан мен оларды дәл мынадай етіп, сүйек қазыны орағандай етіп, мына қалған қазыларды да осылай жасап шығамын. Әзірге шектің жеткені міне мұнша қазыға жетті. Бұл жерде, тағы да қайталап айтып қоямын, бұл жерде қазының жаңағы сүйексіз жақтарын кесіп алғаным, әрқайсының ұзындықтары, қалыңдықтары әрқалай болып шықты. Ал енді сүйекті қазыларды өздеріңіз білесіздер, мынадай бәрін кастрюльге, өзіміздің жай күндері дәу кастрюльге аса бермейсің ғой. Мысалы, отбасымызға лайықтап, 10 литрлік кастрюльге асасын ғой енді етті. Сол кезде жаңағы сол кастрюльдің ішіне лайық болсын деп осындай кестіртіп сыразын дайындадым. Оның нешін не қылғанын жаңа алдыңғы кезде бас жағында айтып өткенмін. Міне, ал көбінесе енді мына қазыларды кісіге салғанда, мысалы, тым үлкендері болса, екі бөліп, екі табаққа қоюға болады, кішіректерін жаңағы бір табаққа толық салуға болады. Кейде екі табақ ет асып қаласың, көбінесе кейде бір табақ ет асасың, соған лайықтап, мына кастрюльге салуға да ыңғайлы, пісіруге де ыңғайлы, шауып жатпайсың, кесе саласың, мысалы қажетіңе қарай осылай қылып жасаймыз.